Ұстаз болу жүректің батырлығы. Дәл осы лағат сөз бекер айтылмаған. Әрбір білімге ұмтылған жанның бетін қақпай, белін буған жандардың бірі Еркежан Макешева. Өмірлік жолын адаспай таңдауыма ұстазымның ақылы жетеледі дейді. Ұстаздық жолға келуіме негізінен мектеп кезіндегі жетекшім Саягүл апайым себепкер болды. Саягүл апай нақты өзі қазақ тілі әдебиет пәні маманы болды. Сол кісі 5-ші сыныптан бастап жетелеп, әдеби байқауларға шықтым, пәндік олимпиадаларға шықтым. Кішкентай ғана ауылда тұрсақ та, сол кездің өзінде республикалық деңгейге дейін Ахмет Яссауи оқуларынан республикалық байқауға шықтым. Содан бастап менің арманым мұғалім болу, және оның ішінде нақты қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі болу болды. Өмірін ұстаздыққа арнаған кейіпкеріміз мектебінде беделді тұлға. Қыздар педагогикалық университетінің бакалаврын тәмамдап қана қоймай, магистратурасында үздік аяқтаған. Жаста болса педагог зерттеуші санатында жұмыс атқарады. Нөмір 53-ші мектеп гимназиясының оқушы меңгерушісімін, аты жөнім Жұпар Сапарғалиқызы. Бізде мектебімізде жұмыс жасайтын қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Еркежан Оралғазы туралы көп нәрсе айтуға болады. Ол кісі мектепте бар жоғы 10 жыл жұмыс істегеніне қарамастан, осы уақыттар аралығында көптеген байқаулардың жеңімпазы, өзінің авторлық еңбегі бар жарияланған. Және осы уақыттар аралығында әрбір оқушымен, әрбір ата-анамен тығыз жұмыс жасау барысында өзінің үлкен құрметке ие екендігіне әрдайым бізді көзімізді жеткізіп келеді. Ол кісі өзінің де шығармашылығын шыңдаумен өте терең айналысатын кісі. Адал ұстаз байқауына қатысып, ол жерде қалалық деңгейде бірінші орынға ие болған болса, жақын арада биыл ғана өткізілген мұғалімдер арасында педагогикалық идеялар фестивалі байқауында қалалық байқаудан бірінші орын алып, республикалық деңгейге дейін көтеріліп, республикалық кезеңінен тағы да бірінші орынға ие болды. Ана тілін дәріптей отыра түрлі жарыстарға қатысып, өзімен тоқталмай, шәкірттерін де осыған баулыған. Еркежан апай сабақты өте түсінікті және күшті түсіндіреді. Және ол біздің сабақтарымызда түрлі ойындар алып келіп, бізді күлдіреді. Сосын сабақтарды қызық өткізеді. Өте жақсы сабағын өтеді. Және де бізге түрлі ойындар алып келеді. Біз оған қызығамыз. Және де сабақты қатты өткізгеннен кейін бізге Еркежан апай қатты ұнайды. Еркежан апай осы мектептегі сабақты күшті түсіндіреді. Қатал болу керек кезде қатал болады. Бекерден ұрыспайды. Бірақ әр баланың көңілін көтергізіп, әр сабақты түсінікті түсіндіреді. Қазіргі заман ұстазы өте мықты болуы тиіс. Ұстаздық өз уақытыңды аямау, шәкіртіңнің уақытын аялау. Мықты маманға батыр жүрек, ақ көңіл керек дейді ұстазымыз. Бүгінгі күнде де тұтас ұрпаққа керемет үлгі. Мүлдем әдебиетке қызықпайтын оқушылармен жұмыс жасау ол мүлдем басқа дүние. Оны әдебиет әлеміне алып келу, кейіпкерлер әлеміне кіргізу, оларды жоқ кейіпкерлермен сөйлестіру, оның барлығы тек қана қазақ әдебиет пәні мұғалімінің ғана қолынан келеді деп айтар едім. Әдебиетші болу деген ол баланың жанының түп тамырын, барлығын, сана сезімін түсіну керек деп ойлаймын өз басым.